Бәлкім, мынау аудионы естіген боларсыз. Короче, жамағат мынау ғой, осылай болып келсе, вернуть деньги дегенді басып жүрмеңдер, Каспийден келіп жатыр екен да. Тихаря машинство ғой, машиниктер. Абайлаңдар. Жесткий, короче. 100 000 теңге, 200 000 теңге сұрайды, анарда вернутты басып қойсаң, жоқ болып кетеді. Каспий банктың өзі түк істей алмайды, солардың ішіне кіріп кеткен хаккерлер, короче, бұлар. Лақтырыңдар осыны жан-жаққа. Иә, жақында мынау аудио туысқандар чатында тарап жүр екен. Каспий қосымшасының мүлдем қолданып көрмеген, тіпті енді қолдана бастаған адам рас деп ойлауы мүмкін. Ақпарат қаншалықты рас? Каспий банк қосымшасына хакерлер шабуылдағаны рас па? Бірге тексерейік. Құрметті көрермен, біз Каспий банк өкілдерімен байланысқа түстік. Жалпы аударманы қайтару қызметінің жұмысына алаяқтар мен хакерлердің қатысы жоқ екені анықталды. Яғни, еш алаңдауға негіз жоқ. Аудио хабарламаны толықтай фейк деп айтуға болады. Жақында Каспий қосымшасында өзіңіз біреуге жіберген ақшаны қайта өзіңе жіберуге өтінім беру қызметі қосылған. Яғни біреуге қарызға берсеңіз, қарызыңды қайтар, егер шатасып жіберіп қойсаңыз, онда қайтар болуға болады. Фейк таратушылардың алаяқтар жасап отыр деген тұжырымына осы негіз болса керек. Каспий KZ мобильді қосымшасында жасаған аударымның күшін жойғыңыз келсе, не істеу керек? Қосымшадағы аударым сервисін ашып, тарих бөліміндегі қажет түбіртекті таңдап, күшін жоюды сұрау батырмасын басыңыз. Содан кейін ақшаны алушыға қайтарым туралы өтініш келеді. Ол құжатты қайтаруды 7 күннің ішінде растай алады. Желіде тараған хабарламаға тез сеніп қалудан аулақ болыңыз. Барынша ресми дерек көздерді қолданыңыздар. Ең бастысы ақпаратты фильтрден өткізіп, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Чао!